Қымбат көрермен, енді 10 қаңтар ұлттық ұланның құрылған күні екенін айта өтейік. Төрімізде қонақта ұлттық ұлан ән-би ансамблі ерлер хорының көркемдік жетекшісі Бауыржан Алтынбеков және хормейстері Әділ Болатұлы және солисті Нұрбек Хасанды шақырайық. Осы ұлттық ұланға өздеріңіздің келген уақыттарыңызды айтып кетсеңіздер, сосын жалпы сіздер өнер жолын әуелі таңдап, кейін әскери салаға келдіңіздер ме, немесе әскери салаға келіп, кейін өнерді сергеттіңіздер ме? Қалай басталды өзі? Енді біз ең алғаш ұлттық ұлан сапына жұмысқа келген кезде барлығымыз ол кезде жаспыз, студентпіз, тыңдалымға келіп, тыңдалымнан өтіп, енді көз ашымғанша бүгінгі таңда бір 10 жылдай болып қалды әскери қызметте жүргенімізге. Және жаңағы сіз өзіңіз айтып кеткендей, енді біз әскери боламыз деп ешқашан ойлаған емеспіз, шыны керек. Біз әрқайсымыз әркімнің өзінің мамандығы бар, біреу вокалист, біреу хоровой дирижер. Енді сөйте келгенде басымыз осы ұлттық ұлан сапында қосылып, бүгінгі таңда осы ұлттық ұлан келген. Енді былтыр жеңістің 80 жылдығына орай бір керемет акция ұйымдастырған едіңіздер, қоғамдық көлікте шығып, бір патриоттық рухты оятып, халықтың көңіл күйін көтеріп деген секілді. Биыл да сондай акция, бір креативті идеялар жалғасын табатын шығар. Әрине, ол бізде осы жылға, 2026 жылы, біздің осы ұлттық ұлан ән-би ансамблінің ерлер хорының құрылғанына 10 жыл толады, наурыз айында. Осыған орай біз өте үлкен масштабтағы өзіміздің жеке концертімізді дайындап жатырмыз. Оны қазір білесіздер, өткенде президентіміздің жарлығы бойынша искусственный интеллектке өте үлкен көңіл аударуда. Біз енді қазір барлығын жайып айтпай қояйық. Бірақ сол заманауи стильдегі хор жанрында бұрын-соңды болмаған бір өзгеше концерт болайын деп жүр. Жасанды интеллекттің үлесі болады. Үлесі міндетті түрде болады. Және сол өзіміздің концерт, алғашқы концертті Астана қаласында қоямыз, үлкен деңгейде. Содан кейін сол концертімізбен бүкіл Қазақстан аймақтарын және тек қана Қазақстан емес, бүкіл тмд елдеріне жаңағыдай гастроль сапарлар ұйымдастырамыз деген ниеттеміз. Осы ретте енді гастроль сапар деп айтып қалдыңыз ғой, өздеріңіз гастроль сапарға жиі шығасыздар, енді әншілерге қарағанда сіздерге қойылатын талап екі есе шығар. Бір уақыт жағынан келгенде әсіресе, қатаң тәртіп, кешікпей келу керек деген сияқты бір форс-мажор оқиғалар болды ма? Ондайсыз болмайды. Ондай дүниесі болмайды. Бізге енді бұлай жеке әншіге қарағанда хор ұжымы, біздер ансамбль дейміз ғой, музыкалық термин бар, ансамбль. Бізде сахнаға шыққан кезде, ән айтқан кезде бір-бірімізді естіп тұру, жаңа ырғақ секілді барлығын бірдей болу керек, жеке әншіге қарағанда. Хорда сол ең маңызды сондай. Форс-мажорға келетін болсақ, енді ондай сәттер көп болып тұрады, сахнада өнер көрсеткен кейін. Мысалы, қайсы айтсақ болады. Мына Алматыда Қаракемер деген шетінде ауыл бар. Кішкентай шағын клуб дейміз ғой енді. Сол клубта ән айтып отқан кезде жаңағындай свет өшіп қалды. Сахнада бүкіл свет өшіп қалды ауылда. Содан не істейміз, халық келіп отыр, көрермендер қарап отыр. Біз енді әнімізді тоқтатпаймыз. Әрмен қарай бізде ансамбльде баянист жігіт бар, домбырашы жігіттер бар. Солармен сүйемелдеп әрмен қарай әнімізді табиғи дауысты. Табиғи, жанды дауысты. Әрмен қарай концертімізді соңына дейін сөйтіп өткізген кезіміз болды. Нұрбектің жауабын толықтыра кетейін. Бізде дайындық кезінде, репетиция уақытында барлығы күшті болады. Ол таң қаламыз да, сахнаға шыққан кезде қызықтың бәрі сахнада басталады. Жаңа микрофон өшіп болады, аппаратура өшіп болады, свет өшіп болады, біреудің мынандай аксельбанды үзіліп қалады. Несі жаңағы әскери шені түсіп қалады. Өткенде күні кеше бір жігіттің түймесі ұшып кетті. Уайжа тексерген кезде барлығы күшті тұрады, бірақ сахнаның киесі сондай ғой. Әйтеуір сахнада қызықтың барлығы сахнада болады. Көрерменнің көзі де бар мүмкін. Біз енді әскери адам болған соң, әскери ерлер хоры болғандықтан біз форма киеміз. Бірақ оған қарамастан біздің жанр кішкене ерекшелеу. Біз шоу форматта жұмыс жасауға тырысамыз. Себебі әскери формада өнерпаздарды көрген кезде стереотип қандай? Олар қазір тік тұрады, ешқандай артық қимылсыз әндерін айтады, кетеді деп ойлайды. Бірақ жаңа көріп жатырмыз, билеп те жатсыздар, Бұл бер жағы. Бер жағы. Мәссаған. Репертуарымыз өте ауқымды, соған байланысты біз бір орында тұрып қалған енді ұнамайды өзімізге. Сол үшін жан-жақты бағыттарда
тырысып жүрміз. Демек концертте би де болады деп тұр ғой. Иә, мынау Иә, енді әннің өзін бір эмоциямен бір ерекшелеп бересіздер жаңағыдай, акапелламен жаңағыдай арасында темп қосып деген секілді Иә, жылдамдатып, міндетті түрде. иә, және хор болғаннан кейін енді біз мысалға өнерде мысалға алыс адамдар оны былай түсінуі мүмкін, хорда мысалға дауыс мысалға маңызды емес деген секілді, енді бір дауыс шықса барлығы соған қосылып тұрады деген сияқты, кім не айтып жатыр, қалай біледі деген, өздеріңізге де айтатын шығар бұны, иә. Дегенмен бұл өте биік өнер, иә. Осыған тоқталып кетейікші мысалға. Бұл енді хор өнері мен үшін өте бір қиын өнерлердің бірі болып есептеледі. Себебі бұл жерде әр адамның табиғи тембрі болады. Және де хорда сол табиғи тембрді үйлестіре білу керек болады. Сонда мысалы жаңа біз 10 жігіт тұрмыз, 10 жігіттің өзінің табиғи ерекшеліктері болады, дауыс ерекшеліктері. Енді олардың барлығы жаңа Нұрбек айтып кеткендей ансамбль дейді. Ол үлкен жұмыс, барлығын бір ансамбльға жинау, дауыстарын келтіру, және де әр әннің өзінің жанры болады. Мысалы халық әндерін айтамыз, одан бөлек жаңағы рок жанрына дейін айта береміз біздер. Және би де болады. Ол деген жаңа хореографиясы бар, артистизм бар, мимика жағы бар. Жұмыс істейтін енді салалар көп десе болады. Ал іріктеу жұмыстары қалай жүреді деп сұрайыншы, өздеріңізден топқа қалай іріктеп аласыздар? Енді іріктеу жұмыстары бізде ол қалыпты жағдай. Ең алдымен бізде бастапқы қойылатын талап, ол бізге жұмысқа тұрғысы келетін адамның музыкалық білімінің болуы, ол басты талап. Содан кейін жаңа екінші, үшінші сұрақ, ол жаңағы дауысы, тембрі, түр әлпеті, әртістік қабілеті деген ол екінші, үшінші сұраққа кете береді. Ұлттық ұлан болғаннан кейін сіздерде бір қандай да бір әскери дайындықта бола ма? Әлде тек қана өнер саласыз ба? Бізде жаңағы біздің ерекшелігіміз сода болып тұр. Бізде әскери қызмет бір бөлек, шығармашылық, жаңа концерттер қою, гастроль сапарлар ол екінші бөлек. Сол үшін бізге қойылатын талаптар ол өте күшті деп айтсақ та болады. Осы тұрғыда мен дәл қазір осы жерден кішігірім жарнама жасап кетейін, егер рұқсат болса. Қазіргі таңда біз ұлттық ұлан ерлер хорының сапына кастинг жариялап жатырмыз. Бүкіл Қазақстан бойынша. Біздің Инстаграм, ТикТок, Ютуб арналарына хабарласып жазса болады. Жас өнерпаздар барлығын қуана күтеміз. Иә, осындай әдемі форма киіп қымбатты көрермен, енді мүмкін өнерге қатысы бар бізді көріп отырған көрермендер бар шығар. Ұлттық ұланның сапында ән салам десеңіз, мінекей мүмкіндік туып тұр. Иә, осы ретте енді жаңа стереотип деп айтып қалдыңыздар ғой, ұлттық ұланда тек ерлер жұмыс істейді деген бір стереотип бар, иә. Десе де қыздар қауымында жұмыс атқарасыз сіздерде. Бізде Сол туралы айтып өтейікші, енді жалпы ұлттық ұланның сапында қызмет атқарғысы келетін қыздарға қойылатын талаптар қандай? Біздің хорда айтып тұрсыз ба, әлде жалпы ұлттық ұланның сапында? Жалпы ұлттық ұланның сапында. Онда олай болса... Ал хорға қосасыздар ма қыздарды? Хорға жалпы біздің жаңағы интернет желісінде біздің каналдарымызға көп жазады. Әп-әдемі қыз келіншектер, жаңағы сіздердің хорларыңызға қыздарды аласыздар ма жұмысқа деген сияқты. Дауысы видеоларын жібереді, дауыстарын көрсетіп. Енді біздің атауымыз айтып тұрғандай, біз ерлер хорымыз. Өкінішке орай бізде тек ер азаматтар жұмыс істейді хорда. Жалпы ұлттық ұлан сапында ол өте мықты жаңағы әскери қызметте жұмыс істеп жүрген әйел кісілер өте көп. Ол ер адамдардан ешқандай айырмашылық жоқ деп айтсақ та болады. Бізбен бірдей жаңағы атыс алаңына барып, автоматтан атады, пистолеттен атады. Жаңағы өзінің дене шынықтыру сабақтарында жаңағы жүгіру, турникет тартылу, барлығын біз қатарлы бізбен бірдей жүріп тұрады десек те болады. Әскери дайындықтарыңыз бар, жаңа айтып кеттіңіздер ғой, әскери қызмет бар бізде деп. Ал енді бізде әдетте мына өнер адамдар болса, мынадай да бізде жаңа таптаурындар бар. Өнер адамдары мысалға түнде жұмыс істейді, жаңағыдай шабыт түнде келеді, түске дейін ұйықтайды деген сияқты. Кейде жаңағыдай тағы да басқа шаралар деп. Әскери қызмет бұған қарама қарсы мысалға, иә, темірдей тәртіп барып жүрді, иә. Енді ол күлді ғой, Нұрбек мырза. Біз енді музыкантпыз ғой, біз әншіміз. Өйткені сол үшін бізде жаңағыдай тұрақты график жоқ деп айтсақ та болады. Өйткені жаңағы сырт елдерден келетін жаңа делегациялар болады, түрлі елдерден келетін. Ол кісілерді кешке қарай болады, таңда келетін болады, әр уақытта. Сол үшін біз таңғы 9-да тұрып жаңағы Қазақстанның әнұранын айта береміз. Түнгі уақытта атамекенмен бітіреміз концертті деген сияқты ғой. Сол үшін бізде тұрақты жаңағы қатып болған күн тәртібіміз жоқ. Сонымен қатар әлеуметтік желіде түрлі трендтер түсіреді екенсіздер, белсенді екенсіздер. әсіресе TikTok желісінде онсыз болмайды қазіргі кезде. Қандай пікірлер жазылады көбінде? Керемет пікірлер жазылады енді.
өте біз енді біз Қазақстанның тыңдармандары емес, тек қана айтып жатырмыз ғой, СНГ, Ресейдің, мысалы Өзбекстан, Қырғызстан, көрші мемлекеттер, Грузия бар, Армения, сол жақтың тұрғындары да көрермендеріміз тыңдайды. Біз әсіресе TikTok желісінде, Инстаграмда қазір дамып жатырмыз. Кез келген сұрақтарды қойып, жаңағыда белсенді болып отырады көрермен. Осы ретте сұрайыншы, тыңдармандардың арасында қыздар қауымы көп пе ерлер? Енді біз қарап салыстырып отырамыз статистиканы, сол кезде қараған кезде әйелдер қауымы басым шыны керек. Және сол TikTok, Instagramның арқасында бізді көптеген айтып отыр ғой Нұрбек, көптеген елді мекендер бізді біліп, жаңағыдай күшті пікірлер жазып, және одан бөлек бізге олар шақыртулар жасайды. Арнайы хат жібереді. Сол TikTok, Instagramның арқасында біз күні кеше Беларусь мемлекетіне барып, Браславский Зорница деп аталатын үлкен хор фестиваліне қатысып, бірінші орын жүлдегер атандық. Содан кейін артынша тоже TikToktан жаздым. TikToktан хабарласып, сол фестиваль ұйымдастырушылары Ресей Федерациясының Красноярск қаласына барып келдік. Ол жерде үлкен деңгейдегі фестиваль өтті. Фестиваль мужских хоров деп аталады. Ол дәл осы біз сияқты ерлер хорының мен деген әр елді мекеннен келген мықты 17-18 ұжым болды. Сол жерге ол енді байқау емес, фестиваль. Сол фестивальге қатысып, Қазақстанның туын желбіретіп, өте жоғары деңгейде өнер көрсетіп, Алланың қалауымен үлкен абыроймен оралған жайымыз бар. Олар үшін біздің өнер ерекше болып қабылданады. Себебі ол жақтарда көбінесе классикалық музыканы, духовная музыка дейді ғой. Сондайларды көп шырқайды екен. Біздің қазақтың ырғақты әндерін естіп, біздің домбырамыздың үнін естігеннен кейін, шаңқобыз, сондай аспаптарды естігеннен кейін олар өте жақсы қабылдады, ерекше қабылдады. Олар ондайды күтпеп еді себебі. Онда хорлар келеді, енді стереотип деп айтып жатсыздар ғой. Хорлардың стандарты қандай келеді, шығады, тұрады, эмоция қатты бермей, сонымен айтып кетеді. Сол 17 ұжымның сол 14-і деп айтайық, шыны керек, шығады, керемет. Дауыстары, тұрыстары, киімдері, барлығы керемет. Бірақ қазіргі заманауи жастарға тыңдау үшін, заманауи көрермен үшін ол шамалы уже жеткіліксіз. Қазір көрерменге эмоция керек. Эмоция керек. Халықпен папка ұстап тұрған адам, ол көзінің ойының бәрі папкада болады, нотада болады, қай жерін сөз етем деген сияқты. Халықпен тікелей байланыс болмайды. Ал біздің ерекшелігіміз сол болды фестивальда. Біз ешқандай папка деген біз атымен жоқ. Халықпен тікелей жұмыс істеп, арасында халыққа қосылыңыздар, қошеметтеп отырыңыздар, өзіміздің арқамыз қозып ана жерде шабыттанып кетесіздер. Өнер көрсеттік. Жалпы осы әлеуметтік желіде дәл осындай шоу форматындағы хордың форматын нұсқасын салу кімнің идеясы болды? Қазіргі таңда көптеген трендтерге қалмай күнделікті лезіп отырасыздар, Қолдан келгенше. Бізде енді бірнеше видеоны дәл қазір алып қойдық. Енді мүмкіндік болса біздің режиссерларымыз экранға берсе, көрсетсе. Сіздердің әлеуметтік желілеріңіз енді өте танымал. Ол жақтан өздеріңізді осылай жақсы қолдап, қолпаштап жатқан көрінме өздеріңіз болмау, Бұл қашан түсірілген еді? Бұл енді өткен концерттерден алынған өзімді видеолар ғой жалпы. Жасанды интеллектпен істелген. Жалпы жаңағын айтып кеттіңіз, шетелден жаңағыдай қонақтары келеді, енді әртүрлі сондай кезде шет мемлекеттің өзге тілдегі әндерін шырқап жататын жағдайлар болады. Бұл қаншалықты қиын? Бізде енді қазір бір түнде деп айтайыншы, шындығына келгенде, бір түнде мысалға аяқ астынан келіп қалатын делегациялар болады. Бізге кешке қарай хабар келеді. Осылай болса, ертең мысалға Өзбекстанның президенті келеді, не болмаса Өзбекстанның делегациясы келеді, министр келеді дейтін болса, міндетті түрде бір халық әні, не болмаса сол елдің бір хит әні орындалу керек дейді. Біз соны дереу өзіміздің аранжировка жазатын жігіттеріміз бар. Түнімен ұйықтамай таңға дейін нотасын жазады, таңертең жұмысқа келеміз. Апыр-топыр нотасын қарап, сөздерін қиын ғой, сөздерін жаттап, анаған бөліп, мынаған бөліп, дауыстарға бөлетін, ол екінші сұрақ, 3-4 дауысқа бөлу деген. Мен жаңа Нұрбек мырзаның ұйқы дегенде күлгеннен түсінген сияқты. Жоқ, ол есіме түсіп кетті сіз темір тәртіп деген, Енді бізде қазір үйренші жағдай болып кетті ол. Бір түнде, бір күнде басқа шет ел тілінде ән жаттап шығару деген. Қазір енді қоржында қай тілдерде әндер бар?
Бізде енді 10-15 тілде ән айтамыз. Өзбекше, түркменше, белорус тілінде, орысша, ағылшынша, французша, итальянский әндер бар. Бір 10-15 тілде. Бұл жерде қиындығы сол тілді сындыру шығар негізінен, Әрине, ол оңай емес. Бір жігіт бізде халық әндеріне жақын жігіттер бар. Bir жігіттер заманауи әндерге жақын жігіттер. Солардың барлығын үйлестіріп, басын қосып, тілдерін сындыруға тура келіп. Жақсы, рахмет дейміз. Енді студиямыз келгендеріңізге жағы енді ән өте ұнады. Енді көрерменге тағы да бір ұлттық ұланның ерлер хорынан тағы да бір ән тартып өтсек деп отырмыз. Рахмет. Жігіттерді студияға шақырайық.